Облыстық Қазақстан Халқы Ассамблеясында Беларусь мәдениетінің фестивалі өтті. Бұл күні Достық үйінің сахнасында Беларусь тілінде әндер шырқалып, өлеңдер оқылды. Ұлт мәдениеті мен өнерін сыр шертетінен көрме ұйымдастырылды. 2003 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан бұл шараны тамашалауға биыл да жүздеген көрермен жиналды. Өңірімізде тұрып жатқан Беларусь ұлтының өкілдері де басқалары сияқты өз мәдениеті мен салт дәстүрлерін сақтап дәріптеп келеді. Бүгінгі фестиваль осыны көрсетеді. Облыс беларустарының басын қосатын Радзима этномәдени орталығының төрайымы Мария Татаренканың айтуынша, бұл халық өзінің қарапайымдылығымен, ақкөңілділігімен, жомарттығымен ерекшеленеді. Нам очень приятно, что вот бүгінгі кешімізді тамашалауға келген жұрттың көптігі қуантады. Олар ұлты Беларусь болмаса да, біздің халықтың мәдениетіне қызығушылық танытып келгендер. Фестиваль барысында ұлттық нақыштағы бұйымдармен танысып, әдет-ғұрыптарымызды көре аласыздар. Беларусь мәдениетімен танысам деуші көрерменнің қарасы қалың. Фестивальға орыс, украин және поляк орталықтарының да мүшелер атсалысып, өз өнерлерін паш етті. Ал мына жерде қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп жатыр. Өз бұйымдарын ұсынғандардың қатарында Нина Кузнецова да бар. Нас всегда приглашают сюда. Менің әкем Беларусь, апам екеумізді осындай мерекелерге жиі шақырып тұрады. Барлық іс-шараларға қуана қатысамыз. Орталықта өткізілетін ғылыми-ағартушылық жұмыстар ауқымды әрі қызықты. Әдеби шығармаларды осы жерден аламыз. Радзима орталығына 50 адам мүшелік етеді. Ал солтүстік Қазақстан облысында 6000-ға жуық беларус тұрады. Оларда басқалар сияқты өз тілі мен мәдениетін дамытуда. Өңірімізде өтетін түрлі мерекелік шараларға жиі қатысып тұрады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай фестивальдар дәстүрлі. Бұл солтүстік қазақстандықтарды беларус халқының мәдениеті, салт дәстүрлерімен таныстырып қана қоймай, өзге ұлт өкілдерімен жақындастыруға септігін тигізеді дейді олар. Баян Қалиева, Жанар Дулатов, Анатолий Беланок, ақпарат.